Қызылорда қаласының тұрғыны Мақсат Маратұлы қызының өміріне араша сұрайды. Сап-сау бала бір мезетте мүгедек болды. Кішкентайды мұндай халге жеткізген, ажырасып кеткен әйелім дейді ол сеніммен. Ұрып жіберу деген болды ма ол арасында ол балдар? Арасында болады. Жеңгеңізді кінәлі деп тануға қандай себеп? Негізі құтылғысы келеді қыздан деді. Я сатып жібергісі келеді, я беріп жібергісі келеді, біреуге деді. Жағдайы ауыр. Диагнозы ауыр жабық бас ми жарақаты, бас миының соғылуы 3-ші дәрежелі. Оң жақ бөлігінің гематомасы деп та, как будто осылай бір нәрсемен ұрған сияқты. Ұрған сияқты қудыр көреді, аузынан ақ болады. Үстінде бүкіл печенье не тұратын, соны алуға шыққанда осының үстіне. Әр жерде әртүрлі айтады, бірісі табалдырықтан құлады дейді, бірісі 1,5 метрлік столдан құлады дейді, бірісі. Неке және отбасы кодексінің 82-ші бабының талабына сәйкес баланы оқшаулауға болады. Жаңа маусым сәрсенбі күні КТК-да.